Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз 10 минутта дайын болатын пицца әзірлейтін боламыз. Яғни үйге қонақ келіп қалған жағдайда тез әрі оңай дайындалатын пицца түрі. Яғни бұл бізде үйде бар заттардан және қолда бар заттардан дайындалатын пицца түрі. Бізге қамырына қаймақ, бір дана жұмыртқа және татымына қарай тұз қажет. Сонымен қатар ұнда. Ал салмасына үйде кез келген қандай зат бар, яғни колбаса, шұжық, сыр, саңырауқұлақ, піскен ет деген сияқты пайдалана аласыздар. Енді қамырын дайындау үшін біз 4 ас қасық қаймақ пен 1 дана жұмыртқаны араластырамыз. Татымына қарай тұз салып, 4 ас қасық ұнды салып, қоюлау қылып қамыр жаямыз. Табаны отқа астын баяу қойып, үстіне май жағып, дайын болған қою қамырды қасықпен табанның үстіне жағып шығамыз. Сосын оның үстіне кетчупты жағып шығып, үстіне дайын піскен ет, шұжық және сырды салып, бетін 10 минутқа жауып қоямыз. Осымен біздің 10 минуттық пиццамыз дайын. Жасап көріңіздер, жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ас болсын.